Сәлем қыздар, 6-шы затты тегін алу видеосы. Қараңыздар, мен 7 массажерный коврик алдым. 61 балл беріп тұр. Қазір арғатай продолжить етеміз. Қараңыздар, міне 6-ауына төлеймін, 7-сіне төлемеймін. 7-ші маған сыйлыққа кеп тұр. Енді қараңыздар, егер мен мысалы мұқият қараңыздар. Бұл заттар демес, қазір біз аламыз, басқа зат алайық. Мысалы, зубный паста алайық. 3, 4, 5 купить. 6 зат алдық. Оформить. Бізде біріншіден 5000 теңгеге жетпей тұр. Сондықтан в любом случае мына 5-еуіне төлейміз, 6-сына тегін келеді. Ал егер сіз 5 коврик алып, 6-шы зубный пастаны алып қойсаңыз, сізде зубный паста ғана скидкамен келеді. Сондықтан өте тиімді жасаңыздар, чтоб 6-шы затты тиімді алу үшін. Міне, қараңыздар, зубный паста алдық. Енді қараңыздар, енді парфюм алайық. Біз осыған парфюм қосайық, 0,0 парфюмын. Компанияда мысалы лишний раз не бергісі келмейді ғой, мысалы. Минимальный суммадағы заттарды, то қанша еді? Қараңыздар. Купить. Бізде бұдан қазір 5-еу алайық. Оформить. Енді қараңыздар, бізге бұл жерде көрдіңіздер ме? Біз 6-ауына төлеп отырмыз. 2 зубный пастаны бізге арзанға беріп отыр. Сондықтан ең арзан бағаларды ғана бізге береді. Лучше міне қараңыздар, тағы да мен 7 парфюм алайын. Зато 6 парфюмның ақшасын төлеймін, 7-сі тегін келеді. Ал егер 8 парфюм алатын болсам, 7-еуін төлеймін, 53 балл, біреуі маған тегін келеді. Көрдіңіздер ме, қыздар? Тиімді жасап үйреніңіздер. Сондықтан ең арзан заттардан салып қойсаңыз, сол арзан заттар ғана сізге біреуі тегін кеп отырады. Сондықтан қымбат затты алғыңыз келетін болса, қымбат заттар салу керек корзинаға.